Қайырлы кеш достар, сіздермен бірге қарапайым және дәмді каналы. Егер де қамыр илеуге ерінетін болсаңыздар, сіздермен бүгін өте оңай дайындалатын пирог рецептімен бөлісетін боламын. Дайындалу жолына көшейік. Суға піскен тауық етін уақтап турап дайындап аламыз. Енді қамыр дайындаймыз. Ол үшін алдымен ыдысқа сүт құямыз, жұмыртқа саламыз. Одан кейін тұз саламыз және венчикпен араластырамыз. Әрі қарай ұн саламыз. Үстінен араластырмай тұрып ұн қопсытқыш саламыз. Бұл не деп көбіне сұрап жатасыздар? Бұл разрыхлитель. Және де венчикпен тағы да араластырамыз жақсылап. Одан кейін итальяндық шөптер дәмдеу үшін саламыз. Карри саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұрыш саламыз. Уақтап туралған суға піскен тауық етін, үккіштен өткізілген ірімшікті салып, қасықпен араластырып, сұйып, қамыр жасаймыз. Табаға сары май жағып, қамырымызды құямыз және біркелкі етіп, бетін тегістеп шығамыз. Қамырымыздың бетінен үккіштен өткізілген ірімшікті себеміз. Ірімшік сеппесеңіз де болады, бұл міндетті емес. Дайын болды. Енді 200 градуста 30-40 минутқа пісіруге жібереміз. Еріншек пирогымыз дайын. Менің формамның диаметрі үлкенірек болып, қамырым аз болды да, пирогым кішкене көтерілмей қалды. Бірақ енді дәмі деген сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен дайындауға сіздерге де кеңес беремін. YouTube каналыма жазылып, коммент қалдыруды ұмытпаймыз.